шеңберіндегі Қазақ ұлттық өнер университетінде елордалық этномәдени бірлестіктердің би фестивалі өтуде. Бұл би фестиваль негізі алда үлкен мерекеміз келе жатыр. 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күніне орайластырып ұйымдастырылған. Ұйымдастырушылардың негізі Нұр-Сұлтан қаласы Қазақстан халқы ассамблеясы және Алматы ауданы әкімі аппараты болып табылады. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша барлық этномәдени орталықтардың фестиваль болып өтіп жатырды. Бұл фестивальда барлық мәдени орталықтарымыздың бишілерінің фестивалі, өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Өте керемет көңіл күйде. Мен өзімде хореограф болғаным үшін, менде өзіміздің Қарақалпақ мәдени орталығының бишілерін алып келдім. Бізде өзіміздің өнерімізді көрсетіп, басқалардың өнеріменен танытып боламыз.